Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Fiqh dərsi taqribimiz janaza. Bugungi qisqacha aytib o'tayotgan masalamiz mayitni kebindeu töңірегінде болмақ. Musulmon kishi qaytib bo'lgandan so'ng оны жуындырып kebindeu және де kebindеп болғаннан кейін артынша жаназа намазын оқу парыз кифая болып табылады. Ал енді кебін үкіміне қарай үш түрлі болып келеді. Сүннет кебіні бұл еркек адам үшін қамис, изар және лифафа болып үш қабаттан тұрады. Әйелдер үшін үшеуіне қосымша басын жабатын әрі көкірек тұсын жабатын бөліктері де бар. Екіншісі кифая кебіні еркек адам үшін изар мен лифафадан тұрады. Ал әйел үшін изар, лифафа және бас жапқышы болады. Бұл кифая кебін екен. Яғни жеткілікті кебін деген сөз. Үшіншісі кафану зарурат. Бұл тек бір қабат матадан тұрады. Яғни зәру жағдайларда сүннетке сай кебінді мүмкін болмай жатқан жағдайларда тек қана бір қабат матаға орап сөйтіп көміледі. Бұны кафану зарурат деп атайды екен. Бұл зәру жағдайларда олай етпеуге мүмкін болмай жатқан жағдайда сүннет кафанмен кебінді мүмкін болмай жатқан жағдайға қатысты. Осы қысқаша кіріспемізден кейін кітабымызға оралайық. Ғалым да кебінді біз айтқандай бөліп айтады. Ва суннатул кафани, сүннет болған кебін лаху изарун о камисун о лифафатун. Сүннет кебінде изар, яғни бастан аяққа дейін ұзын болып келетін мата, және камисун, ұзындығы мойнынан бастап аяққа дейін жететін матадан, лифафатун, сондай-ақ лифафадан тұрады екен. Бастан аяғына дейін жететін изардан ұзынырақ орағыш, осыны лифафа дейді. Осы үш бөліктен тұрады екен сүннет кебін. Вастухсинал аймамату, бұл үш бөлікке қоса сәлде орауда ұнамды көрілген ер кісі үшін. Дегенмен бұл сәлде мәселесі кейбір ханафи ғұламалары сәлде орауды мәкрух санаған. Өйткені сәлде орау мәселесі пайғамбарымыздың сүннетінде жоқ. Сол себептен мәйітке сәлде орау мәселесін мәкрух санаған. Дегенмен ғұлама мына жерде абзал деп отыр. Әйткенмен көпшілік кітаптарда бұл аймама, яғни сәлде орау мәселесі қозғалмайды. Мәлімет ретінде оқып өттік. Бұл сәлде орау мәселесі неден шыққан? Хазірет Омардың баласы қайтыс болғанда оның басына осылайша сәлде орағандығы риуаят етіледі. Ваюзаду лаха химарун. Ал енді әйел кісілер үшін, яғни әйел мәйіт үшін аталмыш кебіндерге қосымша, яғни изар, камис, лифафаға қосымша әйел кісі үшін химар бар екен. Бұл әйел мәйіттің басын орайтын орағыш, орамал іспетті. Одан соң уахирқатун турбату биха фауқа садьейха, және әйел мәйіттің көкірегінің үстінен байланатын мата бар. Демек, әйелдің сүннетке сай кебіні 5 бөліктен тұрады. Ол камис, лифафа, одан соң химар және хирқа, көкірек үстінен байланатын мата. Ал ер кісінкі шөу, изар, камис, лифафа. Осыны сүннет кебін деп атайды екенбіз. Бұдан өзге кифая, яғни жеткілікті кебін түрі бар. Бұл кифая кебіні қанша бөліктен тұрады? О кифаятуху лаху изарун о лифафатун. Изар және лифафадан тұрады. Ва юзаду лаха, ал енді әйел кісі үшін кифая кебін изар мен лифафаға қосымша ал химару, химары бар екен. Басын жапқыш орамал болады. Ер адамды осы изар және лифафаға орап кебіндесе де болады екен. Және әйелді де изар мен лифафаға кебіндеп басына химар жапса, осының өзі жеткілікті болады екен. Дегенмен ең абзалы сүннет кебіні болып табылады. Ол жаңа жоғарыда атап өткеніміздей ер кісі үшін 3 бөліктен тұрады. Изар, камис, лифафа, әйел кісі үшін 5 бөліктен тұрады. Ары қарай оқимыз. ويقعد إن خيف انتشاره.
оралған кебін шешіліп кетеді деген қауіп болып тұрса, онда уайоқаду байланады кебін. Яғни лифафа оралғаннан кейін екі ұшынан байланады, және бас жағынан және аяқ жағынан. Және егер көкірек тұсынан да ашылып кететіндей қауіп болып тұрса, онда көкірек тұсынан да және бел тұсынан да шүберекпен байлап қойса болады. Ғұламаның кебінге байланысты айтқан мәліметі осымен тәмам. Бұған қосымша аз-маз мәлімет бере кетелік. Кебін ақ түсті әрі мақтадан жасалған мата болғаны дұрыс. Және мәйіт кебінге оралатын кезде бірінші лифафа жайылады, оның үстіне изарды жаяды, одан кейін қамисқа оралған мәйітті, яғни қамис бөлігі киілген мәйітті изар үстіне жатқызады, сосын бірінші изарды орайды. Еркек мәйіттің изар әуелі сол жағынан оралады, сосын оң жағынан оралады. Изар оралып болғаннан соң лифафаны да тура солай сол жағынан бастап орайды. Ер кісінің лифафа оралғаннан соң екі ұшы байланады. Енді жаңада айтып өткеніміздей кебін ашылып кету қаупі болып тұрса, онда кебінді көкірек тұсынан немесе бел тұсынан шүберекпен байлап қояды. Ал әйел кісінің мәйітін әлгіндей қамис кигізіліп, шаштары бұрымдалып, бұрымын көкірек тұсына қояды. Одан кейін химар, яғни бас орамалымен жүзімен қоса, бетімен қоса басы оралады ол химармен. Одан соң изар оралады. Изар оралғаннан кейін көкірек тұсына көкірек жапқышы байланады. Ол көкірек жапқышы байланып болғаннан кейін лифафа оралады. Міне бүгінгі кебінге байланысты үкімдердің легі осылай. Келесі дәрісте Алла жазса жаназа намазына қатысты мәліметтерді оқитын боламыз. Вальхамдулиллахи роббил аламин.